Biz bugün davet sürüyoruz. Benim kahvemi kuşlarına. Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Дананың түрін көрдіңіздер ма? Әдемі болып боянып алған ғой. Әдемі қай сен түрің көрейік. Susun bakan ayı falan şeydi ya. Иә, аяқ алар еді. Бізде ана үйдің жанында кішкене қана қар қалған ғой. Сол қармен ойнап жатыр балалар. Мына жақта Нұршер жүр. Кел Нұршер. Иә. Дана, аспан қандай әдемі болып тұр. Бай, қаршы жоғарыға бай түсірем аспанды көрсетші. Тұрсаңдаршы тұр. Тұршы. Достар көрдіңдер ме? Аспан деген көк-көмбек болып әдемі болып тұр ғой. Dostlar ne varsa ne bu adı? Ремонт болып жатыр, иә, кішігірім азын-аулақ ремонт болып жатыр. Düğüsü ödün ketті, fına da ödün bu adı. Иә, төбесі кішкене өртеніп кеткен, соған кішігірім ремонт болып жатыр, иә. Bende kalpa. Ой, қайқын табамын. Aynaktan. Аллаға шүкір, аспанның көк-көмбек әдемі болып тұрғанын. Тағы бір көрсетіп жіберейікші, Дана, аспанды көрсетіп жіберейікші. Afban kök boğat. Dostum bir afban kök boğsa bizge tane atsak yak tas getiririz bizge. Күн күшті болып тұр, иә. Baba ama. Не істеп жатсың? Жараған жоқсыңдар ма? Күн күшті болып тұр, иә. Жып-жылы. Мына жақта елкаларымыз, шыршаларымыз бүршік атайын деп тұр, әдемі болып. Ұзын болып өсіп жатыр ғой, жоғары қарай кіп кішкене кішірек еді. Әдемі болып тұр. Достар, біздің каналға жазылып, әдемі сөздеріңізді қалдырыңыздар. Аспан дегенге, қазір аспанға күшті, әдемі болып тұрғанға. Аллаға риза болып тұр, негізі. Қараңыздаршы, не деген әдемілік, иә, аспанды. Негізі бар затты мән бермейміз ғой. Күшті маған аспанның әдемі болып тұрған ұнап тұр. Әдепа қалған қармен ойнап жатыр ғой. Ойнап алайық скоро. Шоколады, накада шоколады. Иә, скоро қар еріп кетеді ғой, ойнап алыңдар, иә. Мадина киеска. Üste kiyeska дейсің, ағам бізге яқ басымыз. Біз сәпеніміз. Дана деген күшті, тәтелер құсап боянапсың, қызың ерніңді қып-қызыл қып бояпсың ғой. Алсайын. Боянған түрін қара. Мына Нұршерге жатыр, үсті басы су болып. Суға бәдлі суға. Дана қармен ойнап алыңдар, қар еріп кетеді уже скоро. Көктем келіп жатыр, ертеңгісін бұйырса қыздар мейрамы, аналар мейрамы. Бізге яқ басымыз, Бізге айтпасындар деп жатыр. Дананың тырнағын көрдіңіздер ма? Олай сап-сарық бояп жатыр. Маменді. Сен де ма? Дананың жаңағы садиктегі жігіттер қауымы Даналарға боянатын зат берген ғой. Боянатын заттар. Ой, атушы боянып жатыр, иә. Дана, қайда кеттіңдер? Жүнде тау жақты көріп келеміз, ба? Жүнде тау жақты көріп келейік, не болып жатыр екен? Жүнде тау жақты көріп келейік. Қалған пияздарды, картоптарды реттеп жатырмыз. Осынша ғана қалған ғой, 2-3 мүшектен. Баба кеді оны, баба. Иә, папамыз әкелген. Қазір реттейтін боламыз, иә? Баба, Ондай арасына бұзылған заттарын алып тастаймыз да, бұзылмағандарын жинап қоямыз. Аха. Сүрсіктің алдына шығайын деп жатырық. Вау! Міне біздің тау. Әдем болып көрініп тұр, бүгін погодаға ғашық болып тұр. киескі. Ой, бұл кісілер керешке жүріп, кеше ғана іштерін ауыр. Көп зат жемеңдерші ондай. Надо үйгі тауды, ұқып қанада. Кеше түнімен әдемайдың больницамен жүрдік. Иә? Доста, ас болсын сендегі әмей. Ас болсын әмей дейді. Бір жақсы жері мусорларды жинап тастаған ғой.
Вау, әдемі болып тұр, иә? Погода күшті болып тұр. Бұйырса енді көкке шығамыз. Тау жақтың бір жақсы жері. Көкке шығасың, потокқа барасың, иә? Мама! Ау. Мау! Не ол? Ағаш па? Ағаш, әдемі ағаш болып тұр. Бұл өрік ағашы ғой. Жазда көп ағаш, не береді, өрік береді. Мама! Ағашыны алмасы қат. Иә, жүндеп кішкене мына жаққа қарап жүрек. Прогулка жасайық. Қанша ол бұл жаққа жүрмей келді жаяу. Ой, шүкір Аллаға. Күтіңдер бізді. Мына жақтың несін бәрі еріп кетті, иә, уже? Мынандай балықшық емес. Алдында бір апалар жинап жүрген үлкен кісілер. Күшті. Мусор тастамауға тырысайық, достар. Менің каналымды көріп жүрген адамдар болса, тазалықты сақтайық. Өзіміздің жерімізді, елімізді қорғайық. Мынандай әдемілікті біз қорғамағанда кім қорғайды, иә? Жастар қауымы. Сол себепті барымызды бағалайық деп айтқым келіп тұр. Иә, Дана? Иә. Қазірден бастап кішкентай жастарға үйретсек, болашақта жақсы болады бәрі. Біз тауға қарай кішкене жүріп қайтуға бара жатырмыз. Осылай еркіндікте өсек, Алла қаласа. Достар, не печемейміз? Не? Үйдің жанында, иә? Мына жақтағы мұсырларды кішкене неткенен кейін жинап тастау керек. Мына жақта енді кішкене неткен кезде тағы да мұсырлар жиналып кеткен. Мына жақта да жатыр әлі мұсырлар. Бірақ та в основном көп жерді жинаған екен. О, тас па? Иә. Күшті, иә? Күн деген жып-жылы болып тұр, андай салқын жел соғып тұр. Әдемі таза ауа осы. Иә. Мына жақ уже Алматы, Қаскелең деген жақтар. Мынау Қайнар деген ауыл. Сулығы, Қайнар деген жердің сулығы, таза ауа. Мынандай тастардың өзі керемет қой. Иә? Жүріне жақта. Жол жасап жатсыңдар ма? Біреу тізіп қойған сияқты, иә? Жүріп жасаған ғой деймін. Видео айтамын. Накс не істеп жүр? Әке, наша қолындағына қалтамызға сап қойық. Жаңа үйдегі алған керешіктеміз ғой, мусор тастамаймыз. Иә. Кішкентай бөпе тас па? Достар, нақаты тойды әдемі тасаладық. Иә, жол жасап жатырық дейді, әдемілеп. Жасаңдар. Ертең фотода той болады. Фотода той болады. Фотода кешіріңіз болады. Жараған жоқсыңдар ма? Біз үйден қазір есіктің алдында жүреміз деп шығып кеткенбіз ғой негізі, иә? Қалың киінбей, бірақ та қатты суық емес, жып-жылы болып тұр ғой. Былай, Дана тағы да аспанды көрсетіп жіберейік та. Ал тұрағыңда мына жақта. Мама! Нұршер ма? Ау. О, моды көрсетіп келе жатыр Дана. Дана Қуаныш қызы. Ой, кім еді? Әдемі Қуаныш қызы. Нұршер Қуанышұлы. Жасаңдар, жол жасаңдар.
Нұршер тас ұстап алыпты ғой. Иә, молодец. Ой, ақылды қыздар ғой. Адамды тастасаң астына. Ау, давай тасты көтер. Давай. 1, 2. Ау. Иә. Мама, қайдас. Үлкен тас ба? Ай. Вау. Біз жас кезімізде сөйтіп ойнайтын едік қой. Андай. Қалай еді ойынның атын ұмытып қалдым мен. Тоқ, секіз. Иә. Секіріп ойнайды, иә? Иә. Андай, немен сызатын едік, бормен сызып. Қазір сендер ойнамайсыңдар ғой ондай заттарды, ана. Ондай заттарды қазір ойнамайсыңдар ғой. Кейін ойнаңдар, иә? Көрсетемін мен сендерге. Сөйтіп секіріп, таза ауада ойнаған жақсы ғой. Телефон көрмей, иә? Телефон көп көруге болмайды, иә? Сосын айпад көре болмайды. Иә. Айпад көруге де болмайды. Адамда тасасын астына қатсын. Мами, нана естадым. Қапа қашалар. Таласпандар. Обой. Топырақ ойнап жатсың ба? Иә. Не ол? Нұршер ұстап жүрген жаңа. Достар, біздің каналымыз ұнап жатса, лайк басыңыздар. Ұнамай жатса да лайк басып тіркеліңіздер, иә? Сынды. Ай, сыныртсан да. Дана, сен бар ғой? Бір 60-шы жылдардағы тәттілер сияқтысың ғой. Қолын сарыға бояп алған, қып-қызыл ерін бояп алғансың. Аяқ аба судан сап бояды. Тұнақан. Сап-сарақ бояды ма? Иә, судан сап. Баған аяқ кетіп тұстар. Үшін сосын қайтеді. О, датсын қады. Тағысын қалды ма? Вот. Адам давады. Керемет ойын болып жатыр, иә? Мами, айналаттым. Иә, ойнай жаттың ба? Жабыраған жоқсыңдар ма? Мами, бебе таптым, бебе. Бөпе тас ба? Иә. О, маленький бебе. Маленький бөпе. О, үлкен бебе. Үлкен бебе. Иә. Ана таудың төбесінде кішкене қарлар бар екен, иә әлі? Енді бұйырса анадай әдем болып көк шығады ғой. Иә, шөптерді көк деп айтады ғой. Біздер топырақты зерттеп кеттік. Бұлай тізіп атсыңдар ма? Тізіп жол жасап атсыңдар ма? Адамда тасасында. Не отырысың ау? О, Нұршер құлады. Тұрсыш! Нұршер, тұр! Не істеп атсың? Таспен бірге құлақ апты ғой мынау. Анда тас түрі бір түрлі екен, иә? Давай, тұр, Нұршер. Тұр, оппа! Нұршер, сен шалбарың бәрін суғыпсың ғой, жаңағы қардың үстіне суылғансың ба дейм, иә? Достар, біз дастармен Дана деп жазып көрмекшіміз қазір. Міне,
былай Дана деп жазатын боламыз қазір. Достар ұқсап жатыр ма? Қазір аның ортасын сызайық әкел. Әкел, ортасына тағы бір-екі тас әкел. Аның мынандай тастар. Ой, бізде таста жетеді ғой. Шүкір. Ау. Әке, сен мынандай тастарды. Ау. Міне Н жазамыз енді. Әкел, тағы да әкел. Ау. Дана деп таспен Дана деп әдемі деп жазамыз. Қазір әдемі тоже жазайық. Міне. Достар ұқсап жатыр ғой, Дана деген атқа. Ау? Иә, молодец. Достар, міне Дана деп жаздық біз таспен. Көріп тұр ғой, Дана. Енді әдемі деп жазамыз ба? Давайте әдемі деп жазайық, Нің астына жазамыз ба? Астына жазайық, Сол кезде бәрі сиятын болады. Дана әдемі. Нұршерді де жазсақ болады ғой. Оңай ғой оның аты тоже. Атека бізге тас тасып көмектесей? Қазір әкел. Иә, Нұршер мына жақта өзімен өзі жүр ғой. Дананыкі бітті, енді қазір әдемайдың атын жазамыз. Иә, Нұршердің атын жазамыз, иә? Мен таптым. Не ол? Тасикау таптым. Иә. Мен дұрысы. Анекті бейін әскешіді. Ол біз Дана әдемі деп жазып қойдық. Жазуымызды көрдіңіздер ма? Байқалып тұр ғой, иә? Дана әдемі, таспен әдемі деп жазып қойдық. Достар, енді Нұршердікін жасаймын. Нұршердікін жазамыз, ясына қазір. Достар, Нұршер деп те жазып болдық. Дана әдемі Нұршер деп тұр. Көрініп тұр ғой, иә? Аяқты Нұршер құлап атыр ма? Давай отырыңдар, Дана, суретке түсірем. Кел. Дана әдемі Нұршер деп жазып отырғыз қойдық. Әдемі жазылып тұр, иә? Вау! Достар, біздің каналға жазылып кетіңіздер. Пока! Біз кеттік қой, кеттік дейді үйге. Кеттік. Аха. Тұра берсін.